Отбасының біріншіден осы адам өміріндегі орны және шариғаттағы орны бір нүкте ретінде айтып кететін нәрсеміз, адамның өмірінде отбасы деген нәрсе бұл сіздің жүрегіңіздің бір жылулығын алатын, энергияңызды алатын, сол жерден қуат алатын, нәр алатын бір орталық, сіздің бір жан дүниеңіздің рахат жері болуы міндет. Ал енді жанұя мәселесі шариғатымызда келетін болсақ, отбасын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соншалықты жоғары тұтқандығы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бүкіл ауыртпашылығында да, қызықшылығында да, барлық нәрседе жанұясынан сүю іздейтін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мысалы ең алғашқы пайғамбарлық келген кезінде де Хадиша анамызбенен жанында отырғандығы, тіпті дүниеден өтіп бара жатқанда да Айша анамыз, ол кісінің сол Айша анамыздың үйінде жан тапсырып, сол жерден шықпай қайта-қайта сол кісінің жанында, өзінің күйеу баласының жанында, яғни жақсы көретін адамдардың жанында болғандығы сізбен бізге тарихтан мәлім. Қорытып айтқым келетіні, жанұя деген нәрсе бұл көп адамдар мүмкін ұғына алмайды, орнын біле алмайды. Әйтсе де айтып кететін нәрсе бұл сіздің сыртта қаншалықты қызық, қаншалықты әдем болғанмен айналып келіп отбасына деген бір махаббатыңыз, жылуыңыз табылатын, сол бір соншалықты бір бақыт ордасы болуы міндет. Ал енді сондайға отбасын айналдыру, немесе сондай дәрежеге алып бару, енді бұл сол отбасының әрбір мүшесінің міндеті болып саналады екен.